деді да, менімен суретке түсіп жатыр, бәрі. Егісі нағыз суретке түсетін кісілер мына жақтап отыр төрде. Біле білсеңіздер. Мынау дінге, елге, ислам әлеміне, асыл дінімізге қызмет етіп жүрген қандай ғұлама, ғалым ұстаздарымыз отыр. Бәрін келіп әртіске жабысып жатсыңдар да. Мінекей, жаңа бір апамыз келіп баласына түкіртіп жатыр. Сен сияқты болса арманым жоқ деп қояды. Жетісерсіз дедім, ішімнен айттым. Жетісерсіз. Балаңыз қатын құмар, бабник болса менен көрмеңіз бірақ. Сыраз айтып қойын. Әр облыстан бір қатын алып ертең. Қаңғыбас болып балаңызды таппай қалып, айналып кеп мен бетіме түкіріп кетпеңіз. Міне баяғы түкірдім деп. Әйтпесе қараңдар, қандай кісілер отыр. Ой, қолы жетпейтін, уағызын тыңдайын десең, мынау мешітке немесе залдарға кіре алмай, орын таппай жүрген қанша адам жүр, сондай ұстаздар отыр. Бәрі мені жағалап жүр мына жерде. Міне соларға түкірдіңдер. Аузы дуалы, тек Құран айтатын, хадис айтатын, өсиет насихат айтатын, аузы таза кісілерге түкірдіңдер. Не бар біздің? Мен маған бәрі түкіре беремін, мен түкіріп жалқ емес. Далаға да түкіріп сабадым ғой. Түкірдіңіздер, сондай ғұлама ғалым болсын, елге қызмет етсін, ең жақсылар. Маған түкірдесіндер дүние іздегені, атақ мансап ойлағанның бәрі. Сондай бала керек па? Не қыласыңдар ондай бала? Деп қойыңдар.